көбінесе әскери мақсаттарда қолданылады. Бұны көбінесе суға сондай жіберген кезде адамсыз өзі пульт арқылы қашықтықтан басқарылып көптеген жұмыстарды атқара алады. Әскери жұмыста көп ауыл шаруашылығында су жағдайларында көмектесе алады. Бұл қайықтың мақсаты сол жасалған. Бұл мына жерінде тұрғаны бұл антенна, қашықтықтан пультты екеуі жалғайтын зат. Ал мына жері батарея. Бұл батарея мынау екі моторды айналдыратын зат. Мынау мотордың контактісі. Бұл арқылы пультті антеннаға жалғап алыстан қашықтықтан басқаруға болады. Мынау ебелегі. Бұл қайықтың алдыға және артқа жүруіне көмектеседі. Бұда 6 вольттық мотор орнатылған. Ал мына жерінде артында бұл қайықты бұрады. Бұлайынан бұрғанда қайық бұлай жүреді, бұлайынан бұрғанда бұлай екінші жаққа жүреді. Бұл да 6 вольттық мотормен орнатылған. Мынау батареялар осы моторларға күш бергенде бұл екеуі де жүреді. Солайша ол жүре береді. Пенопласт судың үстінде тұрғанда ебелегі айналып, оны жүргізе алады. Соне бұл қайық мынау пульттың мына жағына істегенде алдыға жүреді. Ал мына жаққа орағанда артқа. Ал мынаумен қайықты екі жаққа бұруға болады. Бұл көлік амфибия деп аталады. Бұл құрлықта да және суда да жүреді. Бұл жүргенде ебелек арқылы мотор мен батарея жалғанады. Бұл пенадан жасалған. Дөңгелектері бутылканың крышкасы сынудан жасалған. Бұны бүйтіп қосқан кезде бұл желмен жүреді. Суда да құрлықта да жүре береді. Бұл көлік қоғамдық жағдайларда көбінесе су тасқыны сондай болған жағдайларда адамдарға көмектесе алады. Бұл судың бетінде де жүре береді.